Тауқид ұстану, единобожиені ұстану дейтін нәрсені айта алатын адам менің және аузымның дуасы болмаса да танымалдығым бар. Сондықтан сенің атыңды неғұрлым жаңағы сөзіңе жауап, неғұрлым сені ұрлықшы, қару сатқыш, мошенник, кісі өлтіргіш, тағы басқа бір жалалар жапқан кезде сенің атыңнан ел желкенетін болса, осы мен айтып отқан асыл сөздердің елге өтпей қалу үшін істеліп отқан нәрсе. Бауырым солай. Жалпы өзіңіз ақталған жақсы көресіз бе өмірде аға? Мен ақталып отыр деп ойлаймын. Негізі. Енді ақталуға мәжбүр қылып отырсыңдар, қалай айтпаймын. Сен саған жауап бермейін десем, жауап берші дейсің. Жауап берсең, ол ақталған сияқты болады. Негізі жалпы анау, мысалға, болған кезде сол кезде Құран ұстамай-ақ бүйтіп қолын сілтей салу. Жоқ, мен сен үшін ұстаған жоқ. Оны шын мәнінде Құдайға 5 уақыт намазын оқып жүрген Құдайдан қорқатындар күмәнданып қалмасын деп ойлаймын. Мен олардың дұғасына мен өте мұқтажбын. Жақсы, рахмет аға. Аға, өзіңіз жағымпазсыз ба сіз? Жағымпазданған кезде. Сен далбайырсың?